Мысалы, мына Publix деген дүкендер желісі. Және көбінесе Америкада бұл дүкендердің ішінде дәрі де сатады. Міне, негізі Aldi жалпы арзан дүкен саналады. Тамақты тегін тарататын орталықтар бар. Оны Food Bank деп айтады. Солай кейде $2, $2,5 түседі, кейде 3-ке барады, өзгеріп тұрады баға. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Жалпы Америкада орташа алақы алатын жұмысшылар, мысалы орташа алақы деп, біз енді мұғалімдерді айта аламыз. Мұғалімдер, өрт сөндірушілер немесе полиция қызметкерлері, олардың табысы жылына $50,000 айналасында. Яғни жылына $50,000 көбірек табатындары бар, өтіліне көре одан азырақ табады. Қысқасы $50,000 айналасында. Статистикаға қарағанда айлықтарының 15-18% тамаққа кетеді екен. Мына ковидтан кейін, әрине бұрын азырақ болған, 12-13% болса, ковидтан кейін 15-18%-ға дейін көтерілген. Тіпті кейбіреулері айлығымыздың 20% тамаққа кетеді деп ренжуде. Және бұл сұрақ қазір Америкада қоғамда жиі көтерілуде. Яғни неге адамдардың айлықтарының 20% тамаққа кету керек, 80% ол өмірін сүруге жетпейді дейді. Әрине бұл 20%, 15% дегеннің өзінде оған ресторан кіреді. Бұл жерде 15% деген тек қана барып дүкеннен азық-түлік сатып әкелу емес. Мысалы ресторанға бару. Білесіздер, американдықтар өздері сырттан тамақ жеген жақсы көреді. Бұл өзі жалпы еріншек халық, үйде тамақты көп жасамайды. Олар көбінесе әртүрлі фастфудтар жейді, немесе рестораннан барып тамақ жейді. Соның өзінде олардың табыстарының 15-20% шығынға кеткенге олар қазір ренжуде. Бұны неге айтып отырмын? Осы сұрақ маған жиі қойылады. Яғни Америкада тамақ қымбат шығар, сендерде азық-түліктің бағасы қанша, сендердің табыстарының неше пайызы азық-түлікке кетеді деген сұрақтар жиі қойылады. Тіпті менің достарым да сұрап жатады. Бүгін сол сұрақтың жауабын іздеп мен сіздерді азық-түлік сататын дүкенге апармақпын. Мұнда әрине дүкендер өте көп. Мына Алматыдағы сияқты әр 5 этаж, 10 этаж үйдің астында бір дүкен болуды мұнда күтпеңіздер. Ондай жоқ. Ондай кішігірім дүкендер мүмкін Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско сияқты бір үлкен 5-6 қалада болуы мүмкін. Ең кіші дүкендер әрине мынау бензин жасайтын станцияларда, яғни ол жерде де көп азық-түлік бола бермейді. Яғни ұсақ-түйек чипсы дегендер немесе сыра сатады, темекі сатады. Ал басқа халық негізі азық-түлікті үлкен дүкендерден алады. Мұндағы дүкендердің көбісі олар чейн дейді ғой. Олар дүкендер желісі, яғни олар ондаған, жүздеген дүкендері бар. Яғни бір қалада, бір штатта, тіпті бірнеше штатта бар дүкендер бар. Бүгін сол дүкендерді араламақпыз. Әр аптаның аяғында бізден жалпы Америкадағы өмір туралы, Америкадағы қызықтар туралы видео күтіңіздер. Сіздерден қолдау, лайк немесе каналға жазу арқылы қолдау білдірсеңіздер керемет болар еді. Дайын болсаңыздар, онда дүкенге кеттік. Мысалы, мына Publix деген дүкендер желісі. Және көбінесе Америкада бұл дүкендердің ішінде дәрі де сатады. Міне, Food and Pharmacy дейді. Яғни дәрілер бар. Газдың өзін баллонмен бірге сатып алсаңыз 63.99 дейді. Егер тек қана баллонда келіп айырбастасаңыз, онда 21.99, яғни $22. Бұл газды бұлар, әрине бұлар үйде бұндай газ пайдаланбайды тамақ пісіруге. Бұлар тек гриль үшін, яғни шашлыққа пайдаланады. Гүлдердің бағалары да әртүрлі. Мысалы $10, $12 мына гүлдер. Горшоқтағы гүлдер міне $8-9 тұрады. Розалар міне, букеттегі розалар $13 дейтін розалар. Одан үлкендеулер бар. Вазасымен бірге $40, $39.99 дейді. Шарлар сатылады. Шар сатып алсаңыз, бірден осы жерден үрлеп береді газбен. Бұлардың бағалары әртүрлі. $5, $3, $6. Мысалы, мына дәрілер сататын жағы. Дәрігердің рецептісіз жіберіле беретін дәрілер. Мынандай полкада тұрады ішінде. Дәрігерлер тұр. Осылар рецептпен жіберілетін дәрілер осы полканың ар жағында. Рецептсіз де біраз түрлі дәрілер алуға болады. Әрине, Америкада антибиотик сатып ала алмайсыз. Антибиотик сияқты дәрілер олар рецептсіз жіберілмейді. Сондықтан міндетті түрде дәрігердің рұқсаты керек оған. Қазір Америкада дүкендердің барлығы self-checkout дейді, яғни өзің кассадан өтіп кететінге ауысып кеткен. Барлығы міне көріп отырсыздар. Адамдар өздерін өздері өткізіп алады заттарын. Мына міне артында тұрған
Алди деген дүкен. Бұл негізі немістердікі, Европаның дүкендер желісі. Негізі Алди жалпы арзан дүкен саналады. Көп тамақтар, азық түліктің түрлері, ішінде азын аулақ киімдер, басқалар бар. Бірақ заттарының көбісі салыстырмалы түрде арзан. Енді Алдидің жалпы ішін бір көріп шығайық қандай екенін. Бірақ негізгі бағаларды Walmarттан қарасақ па деп тұрмын. Себебі Алди біраз арзандау. Мен сіздерге өте арзан емес, өте қымбат емес, орташа барлық жерде бар дүкендер желісін көрсеткім келіп тұр ғой. Енді ол әрине Walmart, ол барлық жерде бар. Алди барлық жерде жоқ. Сондықтан мен Алдидің бағасын көрсетпейін. Бұл бірақ өте арзан дүкен. Міне, жалпы басқа дүкендерге қарағанда ерекшелігі Алдидің ішіне арбамен кіру үшін мына жаққа 50 цент салу керек. 50 цент салып аласыз. Егер сіз арбаны тастап кетсеңіз автотұраққа, онда 50 центіңіз қалады. Оны әкеліп салған адам алып кетеді. Ал егер 50 центіңізді қайтып алғыңыз келсе, қайта өткізген кезде 50 цент қайтады. Өте үлкен емес, бірақ ішінде адамға керекті дүниенің барлығы дерлік бар деп айтсақ болады. Алдидан Европаның заттарын табуға болады. Мысалы, Европаның консервілері, Европаның сусындары дегендей. Мына енді фрукт жағы, мысалы қарасаңыз, арзан. Бір ананас Қазақстанда қанша екенін білмеймін, $1,5 тұрады. Қауындардың біреуі $2,5. Мысалы $3,5 мандарин, мынандай 3 паунд мандариндер. 12 жұмыртқа $2 тұрады. Сүт мысалы 4 литр сүт $2,5 тұрады. 1 галлон деген 4 литр. Жарты галлондары $1,5. $3 тұрады. $3,5 бар. Мынау енді анау кракер дейді, яғни печеньеге қосып жейтін сырдың түрі 2,89 дейді. Дайын шашлыққа арналған еттер, дайын барбекю. Енді бұл әрине халал еттер емес. Халал ет бұл жерде жоқ. Халал етті біз басқа магазин дүкеннен аламыз. Мына жерде өзіңіз ақшаңызды төлейсіз, кете бересіз, кассир жоқ. Міне, тағы да бір дүкендердің желісіне келіп тұрмыз. Ол Foodline деп аталады. Мен енді бұлардың бәрін неге көрсетіп жатырмын, жалпы сырты қалай болады екен, соны көрсеткім келіп тұр. Дүкен болған жерде әрине міндетті түрде, мысалы, ар жағында ресторандар тұр, міне. Дүкендер, әртүрлі ұсақ түйек, киім-кешек сататын дүкендер, барлықтар осылай қатар-қатар болады әр дүкенде. Мына Foodline-да бұл дүкендер желісі. Мысалы, бір не бар? Америкада, мысалы, кей дүкенде бір зат арзан болады. Мысалы, уақыты көп, ақша шынымен де үнемдегісі келген адам осы дүкендерден әрқайсысын ерінбей араласа, тамақты өте арзанға алуға болады. Неге? Өйткені бұл жақта купондар бар. Мысалы, сізге апта сайын үйіңізге почта келген кезде, осы дүкендердің бәрі адамдарды шақыру үшін купондар береді. Мысалы, мына дүкен сабын, мысалы, ұнтақтарға купон беруі мүмкін. Басқа дүкен, мысалы, бананға береді, ана дүкен, мысалы, алмаға береді дегенде ғой. Ол купондарда 50% мысалы жеңілдік бар. Мысалы, сіз мына дүкеннен бір 10-15 купон тауып аласыз. Ол мысалы фруктыға, арғы басқа Harris Teeter'дан мысалы кір жуатын химияларға купон тауып аласыз. Сөйтіп жинақтап алып, осы 5-6 дүкендер желісін аралап шықсаңыз, әрқайсысына керек затыңызға жеңілдікпен аласыз. Мен мына үлкен кісілерді, жалпы үйде отырған американдықтарды көп көрем. Кейде мысалы алдымызда кезекте тұрып қалса, олар купон қолданып жатады. Сонда купондарында қарасаң 50%, 40% жеңілдік тұрады. Сондайда үнемдеудің Америкада тәсілдері бар. Ал одан үнемдегіңіз келсе, тегін тарататын орталықтар бар. Оны Food Bank деп айтады. Олар ешқандай құжат сұрамайды сізден. Олар сізден ешқандай табысыңды сұрамайды. Мен қиналып тұрмын деп барсаң болды, олар тамақты бере береді. Кім болса сол ол Food Bank'тен тамақ ала алады негізі. Бірақ енді әрине көп адамдар бара бермейді, өйткені бұл жақта адамдардың ұяты бар. Бірақ шын қысылған адамдар, бірақ ол жерге кім барады? Иммигранттар барады біздің. Жаңадан келгендер болсын, бұрыннан жүргендер болсын, ақыр бізді кім таниды деп, көп барып жататын иммигранттарды көрем. Әсіресе мысалы Ресейден келген, Украинадан келген, енді тіпті мына Индиядан көп енді адамдар сол тегін тамаққа барып алып кетеді. Мысалы, айналадағы нелер бар, мысалы шіркеулер бар, олар да тегін тамақ таратады. Олардың тамақтары да сапасыз емес, дәл осы дүкендерде сатылған тамақтар, бірақ тегін барасыз ала бересіз. Тіпті сондай да жолы бар. Мысалы, мұнда не бар екен? Мынау Everett Grill деген, бұл да бір ресторан. Мынау тұрған шаш алатын жер екен. Анау China 2 деген, ол Қытайдікі, ортадағы темекі сатады. Қысқасы осындай дүкендер
Ал мынау біздің өзіміздің фудлайн дүкеніміз. Бұл жерде арбалар міне тегін екен. Мынаны қарасаңыздар, мән берсеңіздер, түсі басқа. Әр дүкеннің өзіне тән түсі болады. Мысалы мына фудлайнның түсі ақшыл және көк. Әр дүкенде міндетті түрде мұз сатады. Америкада қысы жазы адамдар коланы болсын, суды болсын, шайды болсын мұзбен ішеді. Мына әрине бұл ішіне суға салып ішетін мұз емес. Бұл холодильниктеріне салып қоятын мұз ғой енді. Ыдыс суып тұрсын деп. Мына тұрған аппарат тиындарды саласыз. Тиындарды ақшаға айналдырып беретін аппарат. Ал мынау лотерея. Білесіздер, Америкада лотерея өте қатты дамыған. Міне, келіп лотереяны алып кете бересіз. Егер түнде болатын болса, көп дүкендер жабылады ғой. Онда мынандай бензин алатын станциядағы мынандай дүкендер 24 сағат істейді. Ақыры келіп тұрмын, бензиннің бағасын көрсетейін. Бірақ бүгін бізде бензин қымбаттап кетіпті. Негізі 4 литр бензин $3 болған, 3.31 дейді, мұнай қымбаттаған ғой деймін. Бізде солай кейде $2, $2,5 түседі, кейде 3-ке барады, өзгеріп тұрады баға. Біз негізі кез келген машинаны 87-ні қоямыз. Негізі көліктер осымен жүреді. 89-да жасаймыз. 93 енді білмеймін, бұны ең соңғы машиналар жасамаса, 93-ті көп ешкім құймайды. Мен өзім машиналардың көп бәріне 87 құйып жүре беремін. Ал енді мына дүкеннің іші қандай екен, жалпы ішіне былай шолу жасатып шығайын, кіргізіп. Бұлар негізінен кофе, жеңіл желпі, тіске басар деген сияқты дүниелер болады бұларда. Бірақ енді қант, тұз дегенде керек нәрсені табуға болады. Әрине бұлардың бағалары біраз қымбаттау келеді. Біз артқы есігінен кіріп жатырмыз. Міндетті түрде бұларда мұз болады, кофе болады. Міне. Одан кейін қалған ұсақ түйек мынандай тәтті дүниелер. Мынандай бургер, тамақ жейтін жерлер болады. Әрине түнде адамға не керек? Түнде адамдар мынандай сыра ішеді, бургер жейді. Сосын мынандай кола, пепси дегендей мынандай сусындар ішеді. Бары сол. Walmart деп айта берген. Міне, Walmartқа да келдім. Бұл енді Американың барлық штатында бар десем болады. Өте үлкен дүкендер желісі. Мұнда тек азық түлік емес, қарасаңыздар міне қанша есігі бар. Мына жақта мысалы аутдор дейді, ол бау-бақшаға заттар сататын жағы. Мынау үйге мебель, матрас деген сияқты үйге керек ыдыс-аяқ матрастан бастап барлығы бар. Мына жағы азық түлік жағы. Енді ол Walmartта жоқ нәрсе жоқ деп ойлаймын. Өз Америкада бар нәрсенің көбісі бар. Жоқ болса, онлайн заказ беріп қоясыз, яғни тапсырыс. Осы дүкенге әкеп қояды, немесе үйге әкеледі. Кіре берісінде мынандай машиналар тұрады. Суықтатылған колалар $1 дейді. Бағасы 75 центтен екен. Яғни сусындар мына машинада $1 дейді. Мұздатылған алғыңыз келсе $1 дейді. Бастасақ, авокадо. Біреуі 74 центтен авокадолар. Үлкендері 98 центтен бастап тұрған, бұлар қызанақтар. Апельсиндер 4 паунд $5 дейді міне. Қауындар $2,5 біреуі. Бір қауын $2,5. Ананас $2. Алдида арзан болған, бірақ үлкен екен бұл ананастар. Өте үлкен ананас $2. Манго. Енді Қазақстанда біраз қымбаттау дүниелер ғой. Мұнда $1,5 тұрады. Бір үлкен манго. Алма, мысалы жасыл, 1,67 дейді жасыл алма. Бұл 1 паунды. 1 паунд деген 500 грамдай ғой, 450 грамм. Алма 1,77 дейді қызылдары. Қысқасы алма сол, мынау 1,38 дейді. $1.38. Мындай қызыл үлкен алмалар. Мысалы клубника, үлкен клубника 4,67 цент дейді мынау. Бұл 2 паунд, 1 килограмм клубника ғой. Капуста бар, 68 цент дейді. Бұл жердегі көрген бағаларыңыздың барлығы паунд, яғни 450 граммның бағасы ғой. Брокколи, мысалы мынандай перецтер $1,5 біреуі дейді. Жүгері қазір енді сезон емес болғаннан кейін 50 цент дейді. Баклажан біреуі, біреу емес, паунды 1,58 дейді. Сәбіз
мынау қаншалық? Мынау міне 2,5 килограммдай сәбіз $3.88 тұрады екен. Мына сәбіз. Қиярдың мынандай түрі $1.97 тұрады қиярдың. 1 паунд екен. 1 паунд, яғни жарты килограмм, бұл $2 қияр. Таңырауқлақтар міне. $3,5 дейтін олар. Шөптердің неше түрі бар міне. $3, $2,5 мыналардың барлығы. Әрине бұл жерде Америкада бір дүние бар, мысалы барлығы органик емес деп бөлінеді. Мысалы мына шөп органик деген белгі бар. Бұл органик деген не? Бұл ешқандай химиялық дәрі қосылмай жасалған өскен деген сөз. Сондықтан бұл $3. Сәбіз болсын, алма болсын, олар да сондай. Мысалы жай алма $1,5 болса, органик алма, ол біраз қатты не болады, қымбаттау болады. Пияз қанша дегенде 1 паунд пияз, мынандай 1 паунд пияз $1.44. Яғни жарты килограммы $1.44 пияздың. 2.48 дейді чесноктар. $2 мыналар. Ішінде үшеуі бар. 5 паунд картошка $4 тұрады. 5 паунд $4, яғни 3.97. Органик банан 72 цент. Мысалы, міне органик деген жазуы бар, яғни химия қосылмаған дегендей. Ал мына жағында органик емесі тұр. Мынау 72 цент. Қазір органик емес бананның бағасын көреміз. Бұл 68 цент. Мысалы, мынау органик емес. Сондықтан 68, 1 паунда 68 цент тұрады. Қарбыздар $3.97. Мынандай кішірек қарбыздардың бір талы. Бұл қарбыздар бізде қысы жазы бар. Қазір көктем, қарасаңыздар, үлкенінде кішісі бар. Бұл қаңтар айында да барлық уақытта болады қарбыздар. Мексика елдерінен келе береді бізге қарай. Үлкен қарбыз бұл $8.98. Бұл енді біраз үлкендеу, салмақ өте ауыр. Бір қолмен көтеру мүмкін емес қарбыздар. Френч дейді, яғни француз наны дейді, жұмсақ баяғы. Бізде Алматыда батон дейміз ғой енді. Сондай батоннан $1 тұрады. 1 батон. Дәндер себілген түрлері $1.47 дейді. Донатс деген. Америкада өте адамдар жақсы көреді. Мысалы, бұл жақта ол 12 талдан сатылады. Мына коробканың ішінде 12-сі $7. Мынау енді маффин дейді. Бұны балалар сол туған күн болса мектепке апарады. $4 үлкендері. Мынандай кішіректері бар, $3.98. Бұл маффинді енді өте көп жейді балалар. Сникерс king size, яғни үлкені $2.28 тұрады. M&M's мысалы кішірек M&M's $2.28 тұрады деген мынандай M&M's. KitKat $1.97 тұрады деген мынандай KitKat. Twix $1.32 тұрады. Мына Kinder бар екен, $1.5. Ішінде 4 бары бар дейді. Келіп, кілт жасап алуға болады. Мына жерге ақшасын төлейсіз 1 минуттың ішінде. Мына жақтан қандай кілт керек екенін экраннан табасыз. Мына жерде кілт шығады, таңдап алуға болады. Мына жақтан наличка ақша бос төлеуге болады, қысқасы кілтті осы жерден жасай салуға болады. Міне, қандай кілт? Машинаныкі ма, үйдікі ма, басқа ма, мысалы. Жай кілт болса, міне. Мына жерге өзіңіздің кілтіңізді саласыз, қазіргі кілтті. Ол сізге қандай кілт екенін мына жақтан алып шығады да, жасап шығарып береді қысқасы. Мына арбалар жүре алмайтын кісілерге арналған. Яғни аяғы ауыратын, мүгедек немесе кәрі кісілер осы арбамен жүреді. Осымен жүріп, нелерін, заттарын алады да, қайтып кетіп бара жатқан кезде тастап кетеді. Бұл электр тоғымен істейді. Мысалы, мына жаққа отырады. 94% не істеп тұр дейді, тоғы бар дейді. Алты жүре береді осымен. Жалпы міне орташа бағаларды көрдіңіздер. Қорыта айтсақ, сұрақтың жауап беруге тырыссақ, Америкада азық-түлік қарапайым адамдарға қолжетімді ма деген сұраққа мен сенімді түрде, нақты түрде иә деп жауап беретін едім. Себебі бұл Америкада келетін табыспен өте арзан.
мысалы басында да айтып кеттім, бұл жақта тегін тамақ алатын мүмкіндіктер көп. Осы тұрған бүткіл тамақтарды барып тегін тамақ тарататын орталықтан алуға болады. Олар сізден ешқандай құжат сұрамайды. Керек па дейді, иә керек дейсіз, болды, алып кете бересіз. Ол үшін сізге ешқандай ешкім ештеңе демейді. Бірақ сол жердің өзінен адамдар барып алмайды, себебі тамақ қолжетімді. Қысқа шіркеулері бар. Сол шіркеулердің ішінде де тамақ беретін жерлер бар. Жаныңыз қысылса, соқтан да барып тамақ ала бересіз. Бұның бәрін неге айтып отырмын? Мен Қазақстанда осы 2-3 күн бұрын анау Аманжол Әлтаев па бір депутаттың сұхбатын көріп қалдым. Мен 800 мың теңге аламын дейді. Оның 450 мың теңгесі тамаққа кетеді дейді. Оның өзі жаңағындай әрең жетеді тамаққа дейді. Сонда депутаттың өзі айына айлығының 50%-ын жұмсаса, онда қарапайым халық қалай өмір сүреді Қазақстанда? Мен соған біраз таңғаламын. Айына $5000 жасаған адам 10%-ы ол $500, 20%-ы $1000. $1000-ға үйіп тамақ алуға болады мына жақта. Тіпті $1000 енді $1000 жұмсауың мүмкін, егер сен рестораннан барып тамақ ішсең, әйтпесе тек тамаққа ондай ақша кетеді деп ойламаймын. Каналды қолдау мақсатында каналға жазылып және саусақтарыңызды былай басып жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Ол енді әрине мына контенттің жоғары қарай көтерілуіне үлес қосқан болар едіңіздер. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.